Алдымен картошкамызды аршып, жуып, тазалап алып, осылай кішкене майда бөліктерге кесіп қайнатамыз. Енді фаршымыздың үстіне майдалап туралған пиязымызды қосамыз. Үстінен тұз бұрышымызды саламыз. Жарты шай қасық бұрышымызды саламыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Енді осы фаршымызды осылай дөңгелек етіп істеп алып шығамыз. Дәл осылай барлығын томалақтап шығамыз. Қайнап шыққан піскен картошкамызды осылай езіп аламыз. Кішкене тұз саламыз. Сосын жаңа қайнап шыққан суынан азырақ алып қойған, соны құйып шығамыз. Табамызды майлап аламыз. Картошкамызды алып, осылай дөңгелетеміз. Фаршымызды ішіне салып шығамыз. Осылай барлығын жайғастырып, әсер пешкеде 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз.